Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі видеомыз капустадан витаминка салатын дайындайтын боламыз. Келесіде осы капустадан майонезбен жасалған түрін салатын боламын. Сондықтан да видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Салатымызды жасау үшін капуста, помидор, огурцы, чеснок, тұз және қарабұрыш керек, және аскөк. Капустамызды жіңішкелеп, соломка етіп турап аламыз. Одан кейін 2 бас чесногымызды, огурцымызды және помидорымызды жартылай кольца етіп турап аламыз. Капустамызға шамалы тұзымызды сеуіп, оны мыжып өлтіріп аламыз. Капустаның үстіне қара бұрыштарыңызды сеуіп, дәміне қарата оған туралған огурцы помидорларымызды қосып, бір араластырып алып, әрі қарата холодильниктеріңізде сақтаулы тұрған болгарский перецтеріңіз болса, оны қосып жіберсеңіздер болады. Салатыма барлығын қосып алып, үстінен укропымды турап жіберіп салдым. Және оған араластырып алып, үстінен кішкене ғана оливковое масло болмаса сұйық май кішкене ғана құйып араластырып салаттарыңызды дайындай берсеңіздер болады. Осымен біздің жасаған витамин салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гаухар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар.